ата-аналар және бүгінгі біздің қадірменді қонақтарымыз Шолпан Смартон оқу орталығының оқушылары. Бүгін елбасымыздың өзі 2022 жыл балалар жылы деп үлкен сеніммен осындай керемет қуанышты хабарды жариялаған соң, биыл біздің ашылғанымызға, Шолпан Смартонның ашылғанына 1 жыл толып отыр. Бүгін енді сол мақсатпен оқушыларымыздың қандай дарынды, қандай талантты балалар болып өсіп келе жатқан сіздердің алдарыңызға көрсеткіміз келіп отыр. Сол мақсатпен бүгін енді осындай керемет кішігірім концертімізді сіздерге тарту еткіміз келіп отыр. Баршамызды бала тілімен баурайтын, бала деген бір бақыт қой самғайтын. Ата-ананың арманы мен тілегі бала емес пе, бала бұлақтан жалғайтын. Сүйкімді періштелер сендерсіңдер, қандай бейне өздеріңе тең келсін. Данышпанда, ғарышкерде ғалымда ең алдымен балалықты меңгерсін. Ал құрметті ата-аналар, қадірменді қонақтар, олай болса бүгінгі біздің Шолпан Смартон орталығының дайындаған шағын концерті сіздерге ұсынамыз. Ал енді құттықтау сөз Шолпан Смартон директоры Шынтөреева Шолпан ханымға тоқыл қошеметпен береміз. Қайырлы күн. Шашуына кеп шашайыншы. Ал Шолпан. Рахмет береді. Балалар алдына келді. Балалар, кел алда, Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, құрметті міне оқушыларым. Бүгін айтып жатыр, Шолпан Смартонның ашылғанына да 1 жыл уақыт болыпты. Соған арнап, оның үстіне мынау президентіміз таманынан биылғы жыл балалар жылы болып аталып жатыр. Сол себепті мынау кішкентай ғана бір концерт ұйымдастырып, осы 1 жылға дейінгі шығармашылық жұмыстарымыз қалай болды, балаларымыз қалай білім алып жатыр, соның барлығын анықтап білу бүгінгі күннің еншісіне тиіпті. Ал мерекелеріңіз құтты болсын, балаларымыз мәңгі жасасын, ата-аналарымыз қашанда балаларымыз үшін қуанып жүре берейік. Ұлы Абай атамыздың өзі айтқан ғой, адамның бір қызығы бала деген деп. Міне барлығымызда қуанышымыз бала. Балаларымыз әрқашан биіктерді самғаттын, мынау Қазақстанымыздың көк туын желбірететін бір кереметтей шәкірттер болып, балалар болып тәрбиеленсін. Мынау балалар жылы құтты болсын, бүгінгі концерттеріміз құтты болсын. Ал құрметті ата-аналар, қадірменді қонақтар, олай болса, енді бүгін міне біз енді концерттеріміздің бәрін сыртта өткізетінбіз. Бір күн енді ауа райы салқындығына байланысты көп ата-ананы шақырмадық, көп оқушыны шақырған жоқпыз. Тек қана өнер көрсететін ғана шағын оқушыларымызды шақырып, сіздерге өз өнерімізді тарту еткіміз келіп отыр. Олай болса, құрметті қонақтар, шағын концертімізді бастауға рұқсат етсеңіздер. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Бүгін енді сіздердің алдарыңызда алғашқы рет республикалық байқауларға шығып, сіздердің алдарыңызға өнерін көрсеткелі отырған мектебіміздің, бүгінгі оқу орталығымыздың үздік оқушысының бірі Дүйсен Мирасты қазақтың тамаша күмбірлеген күйі Әлқиса күйімен қарсы алыңыздар. Бұл қошеметтеп қойыңыздар. Домбыра үйірмесінің оқушысы.
тамаша бір болса қошемет деп қойыңыздар. Балапанымыз өзінің өнерін көрсетіп жатыр. Тамаша. Ал енді мынау келесі тыңдайтын күйлеріңіз мынау Шолпан Смартон өнер білім орталығының домбырашыларының орындауында бізде Балбырауын күйі. Сіздердің бір құрмет, қошемет болса, балаларымыздың мынау арқасы қозып тұратын болады. Ал сіздердің бір құрмет, қошемет болсын, бір арқасы қозып отырып, күйшілеріміздің тамаша. Шолпан Смартон өнер білім орталығының домбырашылары қалдыңыз. Ал енді мынау сіздердің аларыңызда тағы да мынау бір топ домбырашылар қауымын шақырғымыз келіп отыр. Арнайы сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ортаға Шолпан Смартон өнер білім орталығының басшылығына домбырашылар болып, бірінші домбырашылардың барлығын бір көрсетіп алайық. Құлақтарыңызды мынау нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп домбырамен бастап жатқан жайымыз бар. Ал енді қарсы алайық, құрметпен, қошеметпен қарсы алайық. Рахмет. Бірге тамаша домбырашылар.
Ал енді келесі келіншек күйі арнайы сіздердің құрметтеріңізге бір қолдау көрсетіп қояйыншы, арқаларын қоздырып. Ал кеттік, дайын болсақ. Рахмет, бол. Ал кеттік. жаңадан келген оқушылар да бар, сондықтан шашудан алыңдар балалар. Келесі тыңдайтындарыңыз біздің бұрыннан бір жыл бойы қатысып жүрген оқушыларымыз, енді бұл үлкен топ болып есептелінеді. Бұл оқушылар өте керемет биіктерді шығып, телевидениеға шығып, сахнаны көрген. Сондықтан бір жылдың ішінде қаншама күйді меңгеріп, өздері қандай керемет талант екендерін дәлелдеген оқушылар. Сондықтан енді қазір сіздердің алдарыңызда Әбдімомын Желдібаевтың күйі үлкен топ, Шолпан Смартовның домбырашыларының ерке сылқым қабыл алыңыздар.
еліміздің әншісі Нұрболат Жанайымды ата әже әнімен қарсы алыңыздар. Тоғыл қошеметтеп қойыңыздар, сахнаға алғашқы рет шығып жатыр. Ал Жанайым қыздарыңызды алғашқы рет сахнаға шыққалы отыр. Тамаша, рахмет. Келесі тамашалайтындарыңыз Шолпан Смартов өнер білім орталығының бишілер қауымы бір топ ковбой биімен сіздердің назарыңызға шығайын деп жатыр. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
come from, Cotton Eye Joe? Біздің бишілеріміз би үйірмесінің қыздары кіші топ. Бұл қошемет қойыңыздар. Рахмет қыздар. Ал енді келесі ол сахна төріне шығатын Исаев Аслан ұлдарыңыздармен қазақтың ұлымен, ұлымын әнімен қарсы алыңыздар. Алғашқы рет сахнаға шығып отыр, сондықтан қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Отаны болмай ұлтымның, ұсақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған ұлтымның, беріліп бар жұртымның. Мен қазақтың ұлымын, шуақ көкен алаңым, шұғыласынан жаралдым. Миллионға сатылмас, беріліп бар анамның. Мен қазақтың ұлымын. Ал енді келесі сахна төріне шығатын біздің бишілерімізді Шолпан Смартовның үлкен топ қыздар бишілерін ду қошеметпен шақырамыз.
биін, заманауи биін билеп жатыр бұл қыздар. Толық қошаметтеп қойыңыздар. Келесі Нұрболат Жанайымның орындауында қазақ елі осындай әні. Қабыл алыңыздар. жасасын. Шолпан Смартың құрметті ата-аналар, қадірменді қауым. Міне бүгін сіздердің алдарыңызға осындай есеп беріп, кішігірім балалар жылына арналған концертіміз өз мәресіне жетті. Дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Біздің Шолпан Смартың орталығы өте дарынды, білімді, білікті оқушыларды дайындайды. Ағылшын, математика, логопед сынды бізде көптеген сабақтар бар. Ол ашық сабақтардың видеосын Инстаграмға салып отырамыз. Бірақ та бізде енді өнер жағы болғаннан кейін білім мен өнер қатар жүреді.
Сондықтан да өнерлі балдарыңызға, өнерлі ұлдарыңызға тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Алдағы уақытта өнерлері өрлей берсін. Бұл кішігірім сахна, бірақ енді алдымызда одан да керемет концертті ұйымдастырып, керемет конкурстарға, республикалық байқауларға да шығатын біздің планымыз бар. Сондықтан келіңіздер, ата-аналар бізге поддержка беріңіздер. Сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Уақыттарыңызды, алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің осындай алтындай дарынды балаларымызды, талантты балаларымызды біздің алдымызға алып келгендеріңіз үшін, бізге сенім тапсырғандарыңыз үшін сіздерге алғысымыз шексіз. Шолпан Смарту жасасын. Балалар молодцы, керемет. Өнерлерің өрлей берсін. 5 жылдарды бағындыратын үлкен азамат болды. Мен сендерге сенемін. Рахмет сіздерге көп. Ата-аналар көп рахмет. Суретке салайық естелік үшін.